Қайырлы күн балалар. Бізде алдыңғы сабақ бойынша, алдыңғы сабақта біз осы қазақ тілінен әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалардың бірінші бөлімін өткен болатын. Біз осы сабақта біз оның екінші бөлімін өтеміз. Сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Яғни тілдік бағдар бойынша бізде жаңа тақырып болмайды, өткен сөздің түрлерін қолданамыз. Енді сабақтың мақсаты алдыңғы сабақтағыдай мен сендерге түсіндіргенім. Енді мен сендерге осы бүгінгі кітаптар бөліміне қатысты бүгінгі сабақта әлемдегі ең кішкентай кітап туралы айтқым келеді. Яғни бұл туралы ақпараттарым болғанын қалаймын. Ең кішкентай кітаптың қандай болатынын мына суретте де көрініп тұр. Бірінші суретте мысалы бір кішкентай қысқыш көрсетілген. Сол қысқыштың ең жаңағы ұшында тұр мына кітап. Екінші суреттегі мынау ине. Мынау иненің басы, яғни мына жіп өткізетін жері. Иненің жіп өткізетін жері қандай болса, мына кітаптың былай ашқан кездегі жаңағы несі, көлемі, оның иненің жіп өткізетін жерінен де кішкентай болады екен. Бұл атақты Топпон Принтинг деген жапониялық баспа компаниясы микроминиатюралық кітаптар шығарумен айналысады екен. Атақты жапон компаниясы. Жылдың басында бұл компания әр маусымға тән гүлдер деп аталған осындай микро кітап басып шығарған екен. Шики но Кусабана деп аталады, яғни бұл жапонша. Кітаптың әрбір беті 0,75 сантиметрден 0,75 сантиметр, яғни 1 сантиметрге де жетпейді. 0,7 сантиметр. Миллиметр көлемді құрайтындығымен әлемдегі ең кішкентай кітап атағын иеленді. Дәл қазіргі уақытта Шики но Кусабана кітабы Токиодағы Топпен баспа компаниясының мұражайында тұр, яғни архивта екен. Кітапты лупа арқылы немесе 29.400 жапон иені, яғни ақш долларымен алғанда $300 ақысымен үлкен көлемдегі көшірмесі арқылы көруге болады. Яғни бұның кітапты көру үшін $300 тұратын жаңағы осы кітаптың көшірмесі бар екен үлкен көлемдегі. Тек сол арқылы көреміз, немесе лупа арқылы ғана көруге болады екен. 22 беттен тұратын кітапта тек ақ-қара түстер арқылы Жапонияда өсетін гүлдер, өсімдіктер берілген. Бүгінгі таңда Топпон Принтинг компаниясы осы кітапты әлемдегі ең кішкентай кітап ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізуге жұмыстанып жатыр. Сіздер білесіңдер, осы Гиннестің рекордтар кітабына қандай нәрселер енетін, әлемдегі ең деген бір ерекше дүниелер енеді. Соның бірі осы әлемдегі ең кішкентай кітап болып осы кітап есептеледі екен. Бұл кітапта жаңа мәтінде айтылғандай Жапонияда ғана өсетін гүлдер және өсімдіктер беріледі, және тек қана ішінде жаңа түрлі түсті, цветной түстер жоқ, тек қана ақ-қара түстер арқылы. Енді мына жерде мен сендерге кітап оқуға көмектесетін әдістер туралы айтқым келеді. Алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, кітап оқуды жалпы жақсы әдетке айналдыру үшін бізге көптеген жаңағы былайша айтқанда ерік жігер, сила воли керек. Себебі қазіргі кезде кітаптың жаңағы құндылығын біле тұра кітап оқитын адам саны аз. Тіпті біздің өзімізде кітап деп айтқанмен кейде тіпті оқуға ерініп қалатын жағдайлар болады. Сол үшін жаңа кітап оқуға көмектесетін әдістер туралы және гаджеттер туралы айтқым келеді мен сендерге. Мына бірінші суретте көрсетілген бұл фонарик, осындай лампа столдың үстінде қоюға арналған. Мына кітаптың шетіне, мысалы, кітаппен бөлмеде өзіңіз ғана жатсаңыз, сурет жаңа жарықты қоспай-ақ, мына қыстыратын жерінен лампаның кітаптың жоғарғы жағына қыстырып қойып, оның жаңағы фонаригін, жарығын жағып қоюға болады екен. Осы арқылы сіз ешкімге кедергі келтірмейсіз. Мына екінші суреттегі бұл жаңағы кітаптағы сөздер сіздің көз жанарыңызға бір әсерін тигізеді десеңіздер, немесе кедергісін келтіреді десеңіздер, осы қолдағы электронды лупа, адамның қолы ұстап отқан, осы электронды лупаны мына кітаптың бетіне қойсаңыз, электронды лупа компьютерге немесе ноутбукқа автоматты түрде өзі қосылады. Сонда қай жерге сіз басасыз, сол жер компьютердің мониторынан көрініп тұрады. Яғни бұл да бір әдемі гаджет болады. Үшіншісі, мына кітап оқуға арналған осындай жаңағы
дүние. Бұл кітап оқып жатқан кезде, мысалы, көп жағдайда біздің қолымыз былай кітапты жоғары көтергеннен, үнемі ұзақ ұстап тұрғаннан ауырып қалады, иә. Сондай жағдайда кітап ұстауды қиынсынсаңыз, осындай құрылғыға кітапты жапсырып қою арқылы жатып та кітап оқуға болады екен. Үшіншісі, бұл төртінші мен сіздерге кітаптан мынау кітаптар салатын. Негізінен айтады, кітап оқыған кезде үйдегі жаңағы психологиялық орта, үйде тұрған, сол кітап оқуға қатты әсер етеді дейді. Сол үшін айтады, кітап оқыған кезде барынша жаңағы үй киіммен емес, мысалы, жұмыс істейтін, сабақ жасайтын киімді киіп отырған жақсы дейді. Сол сияқты осындай әдемі сөреде тұрған кітаптарды кім-кімнің де қызығатыны рас оқуға. Ал бесіншісі құрылғы, бұл аудио кітаптар оқуға арналған құрылғы. Яғни қазіргі кезде аудио кітаптар өте танымал, иә, білесіңдер. Сол сияқты аудио кітаптың аудио нұсқасын салып алуға болады. Осы неге? Және мына құрылғының фонаригі бар мына жерде алдыңғы жағында. Аудио ретінде пайдалануға болады. Немесе мына фонарик қолыңызға алып, мына фонарикті түнде ешкімге кедергі келтірмес үшін жарықпен пайдалануға болады. Енді тапсырма. Мына жерде мәтін берілген. Осы мәтінді оқисыздар және мәтіндегі үстеу сөздерді анықтап жазасыздар. Үстеу қайсысы ішінде, соның астын сызып дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Үтір арқылы ертең зум кезінде талдаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысты балалар, айтатыным, ешқандай тапсырманы маған жекеге жіберудің қажеті жоқ. Ештеңе жібермей қойыңыздар. Бәрінде зум кезінде талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма осы, екінші тапсырма мынау өткен үстеу түрлерінің бәрін қатыстырып, бір сөйлемнен құрау. Яғни, осы уақытқа дейін біз көптеген үстеудің түрлерін өттік, иә. Сол үстеудің түрлерін қатыстырып, сөйлемдер құраймыз. Әрбір сөйлемде бір-бір үстеуден болу керек. Яғни, әртүрлі тақырыпқа құрай берсеңіздер болады сөйлемдерді. Қандай сөйлем құрағандарыңызды маған зум кезінде айтып бересіздер. Бүгінге осы сабақ аяқталды.